Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Бүгін міне осындай гүлдің тұқымдарын алған болатынмын, соларды егетін боламыз. Астра альпийская, сосын вербена банарская, котовник, эхиноцеяның ақ түрі, сосын тысячелистниктің 3 түрі, одан кейін гипсофила, яғни бойы қысқа болып өсетін гипсофила. Міне мынау былтырғы тұқым еккен, гүлдің тұқымдарын еккен ыдыстарым алып қойдым. Топырақты салдым, жайлап бетін тек түзетіп шықтым. Енді бетіне былай марганцовка қосылған судан құйып шығамын. Одан артық су құймаймын, өйткені топырағымда дымқыл. Бетіне қазір тұқым себетін боламыз. Қазір ең бірінші мына Астра альпийскаяны егейін деп тұрмын. Мына вербена банарскаяны жайрақ егетін болам. Апрель айларына таман, көктем айларында. Өйткені бұның өте биік болып кетеді, сол себепті. Қазір менде мына ыдысым жеткенше ғана егетін болам. Қалғандарын артынан мүмкін сол көктемге таман егетін боламыз. Жалпы былай бір-бірден әр жерге еккен дұрыс. Өсімдік шыққан кезде пикировка жасауға жақсы. Яғни бөліп әрқайсысын өзінің бір стаканға отырғызу керек. Осылай. Бұның бетінен тағы да топырақ себу керек болады, жұқалап. Жұқалап өзінің топырағынан себемді, сосын үстінен кәдімгі речной песок, речной құм. Соны салым деп тұр. Осылай салып шықты. Енді жұқалап, тек жұқалап қана бетінен жауып шығатын боламыз. Жаңағы өзеннің құмынан шамалы себетін болам, өйткені андай көктеп кетпеу үшін. Жалпы қандай өсімдікті үйде отырғызатын болсаңыздар, ана кейде көктеп жатады ғой беті. Соған жаңағы өзеннің құмынан сеуіп қойсаңыз, ешқандай көктемейді екен. Міне осылай речной жаңағы құмнан сеуіп қойдым. Енді қалғандарында дәл осы немен себетін боламыз. Ешқандай бір артықшылығы жоқ. Жалпы мына гүлдің тұқымын алғаннан кейін 1-2 айға жаңағы мұздай жерге қойсаңыздар, ал сіздер этаж үйде тұратын болсаңыздар, холодильникке салып қойсаңыздар, стратификация дейді, яғни тұқымды шамалы мұздатып, сол кезде жылы жерге келгенде ол тез ашылатын болады. Жалпы мына Flip-KZ деген не бар, жаңа Google-ға кірсеңіздер, интернет-магазин, содан алам тұқымды. Оларды алған тұқымдар көбіне жақсы өседі. Енді қарайсыз ғой, мына жерде барлық датасы барлығы бар. Және мына тұқымдарды қай кезде отырғызу керек. Мынаның көбісі апрель айында отырғызу керек деген екен. Бірақ апрель айында емес, енді ертерек отырғызып жатырмын. Әркім енді өзінің қалауымен отырғызады ғой. Мен енді осы ертерек отырғыза беремін. Мына екінші отырғызайын деп тұрған бұл котовник. Котовник. Міне тұқымы өте ұсақ, көп екен. Бұның барлығын отырғызбаймын, тек жартысын отырғызып, жартысын алып қалатын боламын. Міне осылай тек шашып шығып жатырмын. Қазір бетіне жұқалап тек топырақ сала қоятын болам. Сонымен болды. Келесі гипсофила ползучая дейді.
Бұның да тұқымы өте ұсақ екен. Қазір бетіне шашатын боламын жайлап. Осылай шашып шығам. Өзі көп те емес екен, шамы қатты көп емес. Егер жаңа қатты бір-біріне жақын түсіп кеткен болса, жаңағыдай зубочисткамен алып, жоқ жерге егуге болады, жоқ жерлерге тастап. Дәл осы жаңағыдай бетіне жұқалап қана топырақ себетін боламыз. Қалың топырақ салуға болмайды. Өткен жаңағы дәндер өте ұсақ, бер қарай шыға алмай қалады. Мына тысячелистниктердің тұқымы көп екен ішінде. Мынадағыны сәл міне. Осындай, ал мына екеуінде кәдімгідей тұқымы көп. Барлығын екпеймін, жартысын ғана егетін боламыз. Шамалап. Қалған көктемде жаңа кәдімгі даладағы гүлдерінің түптеріне сеуіп тастайтын боламын қалған. Міне тысячелистник осылай не істеді. Себілді. Менде 3 түрінде осы бір жерге септім. Шыққаннан кейін бәрібірде пикировка жасау керек болады. Яғни әрқайсысын стакандарға бөліп отырғызу керек болады. Жалпы топырақ негізі құрамында вермикулит, перлит сияқты жаңағыдай ауа өткізгіш құрамында сондай нелер болған жақсы. Бірақ менде енді болмай тұр, ауылда да болмай тұр бізде. Сондықтан осы топырақтың өзіне ғана отырғызып тұрмын. Осылай міне речной топырақтан. Көктемеу үшін. Және марганцовкамен де суарып алдым ең бірінші барлығын. Мынаған ғана еккен жоқпын. Міне өрісіне бұған басқа тұқым егетін болам қазір. Менде өткені тағы бір тұқым бар. Ол каменная розалар. Былтырда мен өзім тұқымнан өсіріп шығардым. Оны көктемдегі ең алғашқы обзорынан көре аласыздар. Сосын эхиноцеямды осы екеуіне қазір біреуін екіге бөліп, екеуін соған егетін болам. Дәл осындай немен. Енді бұны осылай бетінен жазамыз әрқайсысын. Қазір жазатын болам. Мыналарға жазып, терезенің алдына жыл жерге қоямыз. Міне құрметті көрермен, қараңыздар, мына ірі тұқым эхиноцеянікі. Ал мына тұқымдар өзімнің жаңағы бір видеомда көрсеткен болатынмын. Атауын жазатын болам. Сол өсімдіктің тұқымы мынау ұсақ. Ал енді мен сіздерге мына каменная розалар бар. Ондай маладила деп айтады. Суреті міне. Осының тұқымын көрсетейін. Бұның тұқымдары енді өте ұсақ міне. Бір қолмен бұғасын аша алмай тұрмын. Енді бұны сепкен кезде бұндай мықты ұсақ. Бұл деген жаңағы петунияның тұқымдары сияқты. Енді бұны сепкенде қазір бетіне топырақ сеппеймін. Тек жаңағы речной құмынан ғана себе қоям болды. Өйткені бұның егер көміліп қалса шықпай қалады. Өзі сондай өте ұсақ. Ал мына жерді былай сәл шамалап көметін болам. Ал мынаны көмбейміз. Осымен болды. Енді терезенің алдына жарық жерге қоятын боламыз. Ал өсімдігім шыққаннан кейін міндетті түрде бетіне үстінен подсветка керек болатын болады. Яғни свет керек. Жасанды қолдан. Ол менде басындағы видеоларымда бар. Сондай подсветка қоятын боламыз. Міне маладиланың тұқымдары. Міне құрметті көрермен, мен 30 желтоқсан күні тұқымдарымды еккен болатынмын. Міне ең бірінші болып шығып тұрған менде тысячелистник.
кәдімгідей көбісі жарып шығыпты. Әзірше осыда тұрады бұл. Ештеңе ауыстырмаймыз. Сәл биіктеп, мына контейнерге сыймай болмаса жаңағы ұзарып кетіп жатса, мысалы мынау ұзарып кетті менде. Сол сияқты ұзарып кетіп жатса, ол кезде уже бөлек-бөлек ыдысқа отырғызу керек болады. Міне мынандай жасанды жарық керек міндетті түрде. Егер жарық болмаса, бұлар ұзарып кетеді. Енді келесі осыдан кейінгі видеомда туя еккен болатынмын тұқымнан. Сол жайлы шығаратын болам видеомды. Және мысалға менің еккен клематистерім солар жайында видеомды шығаратын боламын.